Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика пәні тақырыбы шамаларды қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сен шамалардың мәнін салыстыруды үйренесің, жүздіктерді ауызша қосуды және азайтуды орындайсың. Оқушылар, қанекей ойын ойнайық. Суретте байқап тұрғанымыздай, біздің күнді бұлттар жауып тұр екен. Күнді көру үшін бұлттарды сейілту қажет. Ол үшін есеп шығарайық. Қазір сен жүздіктерді қосып және азайтасың. Қанекей жауаптарын тексерейік. Дәптермен жұмыс. Дәптерді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 18-і үй жұмысы. Екінші есеп 14-ші бет. Мысалдардың жұбын тап. Мысалы 10 центнер азайту 6 центнер дегеніміз, яғни центнерді килограммға айналдырамыз. 1000 килограмм, ал 6 центнер деген ол 600 килограмм. 1000 азайту 600. Жұбы табылды. Осылай қалған мысалдардың жұбын тауып қарындашпен сыз. Номер 4-ші есептің асы 15-ші бет. Салыстыр. Номер 5-ші есеп 15-ші бет. Өрнектерді оқып, олардың мәндерін тап.